Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Сізді пайдалы мәліметтер күтіп тұр. Сондықтан қазақша каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Суды екінші рет қайнату зиян ба? Әдетте шай ішу үшін немесе басқа да мақсатта пайдалану үшін суды қайнатып, кейін басқа іске айналып кететін әдет әлемнің барша еліндегі адамдарға ортақ. Суыған суды ысытамын деп екінші рет қайнатып алуда бәрінің басында кездесетін және күн сайын қайталанып келе жатқан іс. Дәл осылай екінші мәрте қайнаған су адам ағзасына өте зиянды сұйықтыққа айналып кететінін біреу білсе, біреу білмейді. Әдетте су қайнаған кезде оның құрамындағы зиянды заттар бумен бірге бөлініп кетеді. Алайда су тым ұзақ қайнаса немесе екінші мәрте қайнатылса, оның химиялық құрамы өзгеріп кетеді. Көптеген зиянды заттар тұнып қалады. Олардың қатарына күшән, күшәлә, нитрат, тұз және азот қышқылының эфирі, фторид енеді. Әуел баста пайдалы болған минералды заттардың өзі ұзақ қайнау салдарынан көп мөлшерде тұнып, зиянды формаға ауысып кетеді. Мысалға, кальций тұзын алайық. Қалыпты жағдайда бұл пайдалы минерал саналғанымен, көп мөлшерде тұнып қалса, ол бүйректе тас пайда болуына себепкер зиянды зат болып шыға келеді. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сондықтан лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.